Сәлем оқушылар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сендермен 6 сыныптың 5-ші юнит 5, яғни 40-шы бетіндегі жұмыс тәптердегі жаттығуларды талдайтын боламыз. Видеоларымызды комментарий қалдырып, лайк басып отырыңдар. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Алдағы уақытта БЖБ, ТЖБ жауаптарын салып отырамын. Бүгін бізде our health, яғни біздің денсаулығымыз. Бірінші тапсырмада, яғни 1-ден 6-шыға дейінгі AF жаттығуларымыз, яғни сәйкестендіретін боламыз. Бірінші, I've got a science class today, яғни менде бүгін science ғылыми сабақ болады. Екінші, бұл бізде D. Екінші, and I've got a math exam. Бұл бізде D. Үшінші, but I've also got art, it's my favorite. Яғни, мен сызуды жақсы көремін. Бұл бізде A. Төртінші, and drama too, I love it. Яғни, мен драманы жақсы көремін, маған ұнайды. Бұл бізде 4. A. And after school, I've got French homework. Яғни, мен мектептен кейін French үй жұмысын жасаймын. Бұл бізде 5. F. Және де, and this evening I've got a football match. Бұл бізде B. Келесі екінші тапсырмада choose the correct answers. Дұрыс жауаптар таңда дейді. She is interested in math, математикаға қызығады, өйткені she is good with numbers, яғни ол сандарды жақсы, математикаға қызығады. Екінші, he plays football and he is in the school team, яғни ол футбол ойнайды, ол мектеп командасында. Келесі тапсырма бізде. Үшінші, there are questions about Julius Caesar and Napoleon in the history exam. Яғни ол бізде тарих пәніндегі сұрақтар. Төртінші, I like learning things about computers in, яғни компьютерге қатысты, IST. Бесінші, we often sing in our music class. Яғни біз музыка сабағында үнемі өлең айтамыз. Алтыншы, she loves learning in her language. Яғни ол өзінің француз тілін үйренгенін жақсы көреді. Үшінші тапсырма, complete the sentences with the words in the box. Яғни бокстың ішіндегі сөздерді жазып шығатын боламыз. Sam is revising for geography exam. Екінші, Tom plays in a football match every Saturday. Үшінші, Julia has got a dance practice after school. Төртінші, Tom has got a lot of English homework. Бесінші, Susie's class are watching a tennis match. Алтыншы, we have always got a lots of science homework. Төртінші, write 8 sentences about activities in and out of school. Яғни, I don't mind playing chess with my friends. I hate drawing. I don't like singing a song. I like French homework once a week. We don't have French classes. Altna goes to dance practice on Friday morning. My father never skips football match. I have to do English homework every day. Дәл осылай жасаңыздар болады. Келесі бізде 41-ші беттегі тапсырмалар. Яғни бірінші тапсырмада complete the table with the words in the box. Яғни мұнда бокстың ішіне берілген сөздерді жазып шығамыз. Біз кәнді, яғни істей алу, менің қолымнан келеді деген кезде қолданамыз. Біз болымды түрінде can, болымсыз түрінде can't қолданамыз. Questions, яғни сұрақ қойған кезде can бастауыштың алдында тұрады. Соны ұмытпаймыз. Келесі
Тапсырма бізде үшінші тапсырма write sentences with can or can't and the words in the box. Then write affirmation and ability next to each sentence. Яғни рұқсат сұраумен қолымнан келеді способность екеуін жасайтын боламыз. Бірінші тапсырмада she can speak Italian and Japanese. Яғни ол сөйлей алады. She is very good at language. Яғни қолынан келеді. Екінші can I watch that film on TV? Яғни рұқсат сұрап тұр. Үшінші my grandparents can't use the computer but they want to learn. Менің ата әжем компьютер қолдана алмайды, бірақ олар үйренгісі келеді. I'm sorry, you can't go to the cinema now. Мен кешірім сұраймын, бірақ сен қазір киноға бара алмайсың. Бесінші he loves music and he can play the guitar. Яғни ол музыканы жақсы көреді және ол гитарада ойнай алады, қолынан келеді. Алтыншы you can wear that t-shirt to school if you want. Яғни сен бұл киімді футболканы мектепке кие аласың. Жетінші can you dance the tango? Яғни сен тангоны билей аласың ба? Сегізінші my baby sister can't read or write. Менің сіңілім оқида жазада алмайды. Тоғызыншы can I buy a new mobile phone in that shop? Яғни мен бұл магазинде сатып ала аламын ба? Келесі екінші тапсырмада what does the table say? Write sentences with can, can't or can. Яғни сөздерді жазамыз. Бірінші I can't swim. Екінші can she use your laptop? Төртінші you can't go to Jack's house. Төртінші she can't eat some food now. Бесінші can we wear this clothes to school? Келесі тапсырма бізде төртінші тапсырма write 8 questions sentences with can or can't for affirmation or ability with the ideas in the box. Яғни мұндағы берілген идеяларға сөйлем құрайтын боламыз. Can I go to bed at 11 o'clock? My sister can play the guitar. Can I buy a new mobile phone? Can I play with my friends outside? I can't with my phone at school. I can go to bed at 12 o'clock. I can speak 4 languages. He can play the guitar. They can swim. Яғни affirmation дегеніміз бұл бізде рұқсат сұрау. Ал ability дегеніміз яғни қолынан келу. Менің қолымнан келеді. Қолыңыздан не келетіндігі туралы қысқадан нұсқа жазсаңыз болады. Ондағы сөздердің орындарын ауыстыруларымызға болады. Келесі тапсырма бізде choose the words that doesn't match. Яғни мұнда сәйкес келмейтін сөздерді белгілейтін боламыз. Cheese, egg, pasta. Яғни fizzy drinks, juice. Яғни мұнда sweets, тәттілер. Екеуі де бізде напиток, ал sweets бізде конфет. Екінші fish and vegetable salad. Яғни овощ пен салат туралы айтылған. Fish бізде балық болды, бізде балық артылып. Crepes, chips және cheese. Екеуі де бізде чипсіге жатады. Cheese бізде артық. Яғни ол сыр. Паста, бургер. Яғни бізде артық болып тұр. Rice, күріш. Бесінші ice cream бұл бізде мороженый, meat және fish. Meat, ет, fish, балық. Келесі екінші тапсырмада completed crossword, яғни кроссвордты шешеміз. Кроссвордты шешкенде, яғни down төменге қарай, across жанынан. It swims in the a hot food, you eat it with a spoon.
яғни бұл өте ыстық тамақ, сен оны қасықпен жейсің, айтасың соуп, яғни сорпа. Төртінші, яғни бұл танымал тамақ бізге Италиядан келген, бұл бізде паста. It's yellow and it comes from milk. Яғни бұл бізде сары және ол сүттен алынады, cheese. Төртінші, across, яғни жанынан. You make them from potatoes. Яғни бұл бізде картошкадан жасаймыз, бұл бізде чипсы. Келесі, bread with meat, cheese or salad in. Яғни бізде бұндай нан, етпен бірге салат, потом сыр берілген, бұл бізде сэндвич. Жетінші, this is very healthy drink. Бұл өте адамға healthy, это пайдалы. Бұл бізде water, яғни су. Сегізінші, it's cold and very жазда өте танымал, суық, бізде ол ice cream, мороженое. Келесі, екінші тапсырмада complete the lists with the words in the box. Яғни бокстың ішіндегі берілген сөздерді жазамыз. Яғни бізге қайсы very healthy, яғни өте пайдалы, және not very healthy. Бізге өте пайдалы, это apple, fish, water, beans, nuts, salad. Яғни балық, су, бұршақ, ноқат, салат. Екінші, not very healthy, burger, chips, cakes, fizzy drinks, ice cream, sweets. Келесі төртінші тапсырмада choose your correct answers, яғни дұрыс жауаптарды таңдаңыз дейді. Бірінші, in the UK, people ate fish and chips. Екінші, in Japan, there is a lot of food with rice. Үшінші, an average American eats more than 100 burgers a year. In France, people make camembert salad. Яғни Францияда оны мына бізде француз тамақтары берілген, оны неден жасайды? Оны бізде чиз, яғни салаттан жасайды. Бесінші, the world's most әлем бойынша өте танымал сусын, яғни газды сусын, ол бізде кола. Алтыншы, Ferrero and Vichy are the names of from France. Яғни бұл бізде француз атауы судың, water. Бесінші тапсырма, write a word group for fruit or vegetables. Put in 10 or more words. Яғни мұнда бізге 10 сөзді жаз деп тұр. 10 fruits, мұнда fruitsті жаздым, сіздер мұнда vegetables жасаңыздар да болады. Fruits бізде pineapple, kiwi, orange, grapes, cherry, strawberry, banana, apple. Дәл осы қарқынмен жалғастыра берсеңіздер болады. Pineapple бізде ананас, kiwi бізде kiwi, orange бізде мандарин, grapes бізде виноград, cherry, шие, strawberry, клубника, банана, банан, apple бізде алма. Видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.